мына берілген парақшаларға әр командадан біреу шығып, секіріп, ортаға келгенде Сулифа бастаймыз. Кім ұтылады, шығып кетеді, ұтқан ағай тоқта. Мен бастаймын дейміз. Кәні 1, 2, 3. Сулифа. Так, ағай келе беріңіз. Секір, баста. Сен нағызай ұтып қалдың. Ал енді сіздерді отырмай тұрып, не алдарыңызға кішкене конфет жасаймыз. Конфеттің ішіне қарай топтарға бөлінеміз. Біреуден. Так, кімге жетпей қалдым? Жетті ма? Ал, қызыл түстер мында, жасыл түстер мында, қоңыр түстер үшінші топқа бөлінеміз. Олай болатын болса, біз бүгін сабағымызды бастаймыз. Біз бүгін өткен сабақта қызыл кітап сабағы өткенімізде, біз енді бүгін сол өткен сабағымызды пысықтау мақсатында қайталау сабақ. Бұндағы мақсатымыз біз сол өткен сабақтағы алған білімімізді, алған иллюстрациялар арқылы сөйлеп, тірек сөздер арқылы сөйлеп үйрену. Енді біздің сабағымыздың жоспарына келетін болсақ, бірінші бізде әзір өткен сабақты пысықтаудан бастаймыз. Сіздерді өткен сабақты мынандай жағдайға тәсіл арқылы айналып тұрасыздар. Мен музыка қойған кезде сіздер айналып жүресіздер. Мен әуенді тоқтатқан кезде мына тұрған екі қызыл белгіде кім тұрса, бірінші қызыл белгі сұрақ қояды, мына жерде алынған карточкалардан сұрақ қояды, екінші қызыл белгідегі адам сұраққа жауап береміз. Түсіндік пе? Олай болса айналып тұра қоямыз. Жүруге ыңғайлы болсын. Ал қаны, музыка бойынша. Ал, тоқтады. Зарина, сұрақ. Құндыздар. Жасыл Қызыл кітаптың жасыл түске жатады. Не себепті? Олар саны келтірілген. Саны қайта қалпына келтірілген. Қандай екен? Саны қайта қалпына келтірілген. Ондай болса, өзіңді бағалау парақшасына қаншаға жарайсың? Енді сіздерге және бір түсіндіріп кететін жағдай. Мына жерде сіздерге мен кішкене кітап көрмесін ұйымдастырдым. Бұндағы мақсатым не? Сіздердің осы біздің Қазақстанда енген, қызыл кітапқа енген, жалпы өзіміздің Қазақстанның қандай жан-жануарлар, өсімдіктер туралы бізде осындай керемет кітаптар бар. Ол біздің өзіміздің кітапханада. Сіздер алып көрсеңіздер болады. Мына қараңыздар қандай керемет. Қазақстандағы жануарлар әлемі, бүкіл Қазақстандағы жануарлар туралы жазылған, және Қазақстандағы өсімдіктер әлемі деген осындай керемет кітаптарды алып, біздің Қазақстанның осындай керемет байлықтарымен танысуларыңызға болады. Және міне Қазақстандағы не дейді, жәндіктер, омыртқасыздар деген осындай керемет кітаптар бар бізде. Сіздер барып көргендеріңіз бар ма осы? Енді сіздердің алдарыңызда мен бағалау парақшасын қойдым. Міне, бұнда қызыл, жасыл, сары түстермен белгіленген. Қызыл түс қанағаттандырарлық. Өзіңіз ойыңыз қанағаттандырарлық болса, жасыл, қызыл түсті аласыз. Жақсы деген, өзіңізді жақсы деген бағалайтын болсаңыз, сары түсті, ал өте жақсы дейтін болсаңыз, жасыл түсті алып, өздеріңізге бағалайсыздар. Сабақтың соңында кім қанша жинағанын жалпылай қорытынды баға. Зат есім. Жалпы зат есім дегеніміз не? Кәні? Ол заттың атын білдіреді. Оның сұрақтары кімнен? Тамаша, жарайсың. Ары қарай. Зат есімнің түрлері. Өзіңді бағалап отыр. Жарайсың. Зат есімнің қандай түрлері бар еді? Құрылысына қарай қалай бөлінеді екен? Дала, дара, көздері.
күрделі. Дара затесі мен күрделі затесінің айырмашылығы неде? Дара затесіңіздерге бір корень, Түбір. бір түбір берді сөздер. Ал күрделіге екі-үш көп күрделі түбірден кіреді. Мысалы, балабақша. Тамаша. Қайсы дара, қайсы күрделі? Балабақша күрделі, бала дара. Тамаша. Деректі дерексіз. Деректі көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз. Тамаша. Мысал келтір. Кітап, қалам, дәптер. Ол не болады? Олар деректі. Дерексіз көзбен көреміз, қолмен ұстамаймыз. Мысалы бақыт. Тамаша. Өздеріңізді бағалап отыруды ұмытпаймыз. Мынандай семантикалық карта беріледі. Мұнда сіздердің затесінің түрлеріне қарай дара, күрделі құрылысына, жалпы және дерексіз берілген мысалдарды белгілейміз. Мысалы, көрсеттім. Ақ көкен дара ма, күрделі ма? Күрделі де белгілейміз. Жалпы ма, жалқы ма? Жалпы. Деректі ма, дерексіз ба? Деректі. Осылай 3 белгі қоямыз. Түсіндік қой? Әрқайсында 3 белгіден болу керек. Сіздерге 3 минут уақыт беріледі. 3 минутта тоқтатамын. Олай болса, біздің уақытымыз аяқ бітті. Алдарыңызда кестені белгілеп болсаңыздар, мен қазір сіздерге дұрыс жауабын көрсетемін. Осы бойынша өздеріңізді тексеріп шығыңыздар. Ал біздің енді сабағымыздың келесі айдары хайуанаттар бағына саяхат, полиглот айдары деген сабақтың келесі бөліміне өтеміз. Мұнда бізде суреттер беріледі. Сіздер соны 3 тілде атауын айтасыздар. Қазақша, орысша, ағылшынша. Және ол дара затесін ба, күрделі затесін ба, соны айтып кетесіздер. 3 парта, 3 бөлім жарысқа қатысып отырасыздар. Қай не топ алады бағалау, топпен бағалайды. Бұл не? Ақ қасқыр, белый волк, white wolf. Тамаша, ақ қасқыр дара ма, күрделі ма? Күрделі. Керемет. Ал бұл кім айтады? Зарина. Үкір, оғыл, сава. Тамаша, дара ма, күрделі ма? Дара. Дара. Ал бұл Фламинго, қоқиқаз. ағылшынша. Фламинго бола ма? Керемет. Жарай, ондай болса өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Біздің сабағымыздың келесі айдары енді айдарда. Әзір сіздердің алдарыңызға мен мынандай кескелер тастаймын. Бұл кескелерде сіздер құрағанда ұлы адамдардың табиғат туралы керемет нақыл сөздері шығу керек. Керемет нақыл сөздері шығу керек. Біргелікте жасайсыздар. Құрақ болса, керемет осы сөзді оқисыздар, және соның ішіндегі септіктерді тауып айтып бересіздер маған. Бірінші топ, қай топ бастайды? Мен. Тамаша, бірінші сөйлемді оқимыз. Жер, су, ауа адам баласының ұрпағынан мұра болып келе жатқан мол қазына. Ал енді біздің сабағымыздың келесі айдары, сабағымызды бекіту мақсатында дыбыссыз режиссер деген әдіспен жалғастырамыз. Бұнда сіздер не жасайсыздар? Мен сіздерге әзір дыбыссыз бейне баян көрсетемін. Сіздер онда біздің өтіп атқан сабағымызға байланысты. Онда белгі, ненің белгісі? Ол не үшін біздің сабағымызға қандай байланысы бар екенін айтасыздар. Бұл қызыл түс.
Қызыл түс. Не көріп тұрсыңдар? Біздің қызыл кітапқа қандай байланысы бар біздің бүгінгі сабаққа? Қауіпті. Қызыл кітап не үшін қызыл? Мына түстермен не байланысы бар? Қызыл кітап деп аталады, өйткені қызыл түс ол қауіп өндіретін түс деп аталады. Яғни қызыл түс. Көрсең тоқта деген. Тоқта. Яғни біз қызыл кітапқа енген жануарларды тоқта, сақта деген мағынада қызыл түске берілген екен. Тамаша. Ал бұл түстер ненің белгісі? Ненің белгісі? Ненің белгісі бұл түстер? Бұл түстер ненің белгісі? Кім айтады? Бұл түстер әрбір мағынаны білдіреді. Тамаша, ол әрбір мағынаны білдіреді. Ал олай болатын болса. Қара түс. Қара түс ненің белгісі? Жойылып кеткен Жойылып кеткен жануарлар түсі. Тамаша, ары қарай. Қызыл түс. Ары қарай. жойылып кетеді. Бұл тез жойылып бара жатқан жануарларды жарайды. Ары қарай. Сары түс. Сары түс ненің белгісі? Так, ары қарай. Сары түс ненің белгісі? Сары азайып барады. Тез азайып бара жатқан жануарлардың түсі. Ал ақ түс. Зерттелмеген. Олар әлі Зерттелмеген. зерттелмеген екен. Тамаша. Ақ түс ше. Жасыл түс ненің белгісі екен? Жойылып кету қаупінен Қалған қалған жануарлар. жануарлар. Так, олай болатын бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында әзір сіздерге мынандай қорытынды бір және жұмыс беремін. Мұнда берілген жануарларды кітаптың қай түсіне сәйкес келетінін сәйкестендіреміз. Тақтаға шығып, кез келгеніміз жасай береміз. Шығамыз. Қара бетіне қай түс сәйкес келеді? Аха. Біргелікте жасаймыз. Тамаша. Шыға бер, шыға бер. Келіп біргелікте тоқылып. Аха. Қызыл бетке елге. Тамаша. 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 Ал олай болса біз әзір өзіміздің бағалауымызды жасаймыз. Так. Кім бүгін қанша бал алды? Осыған қарай бүгін сабақта. Керемет, Зарина бүгін 10 бал. Нариман 10 бал. Олай болса бүгін біз сабаққа кері байланыс жасаймыз. Так, бүгінгі сабақты егерде керемет өтті десек, бас бармақ арқылы баға бересіздер, кері байланыс. Бүгін сабағымыз қалай өтті? Жақсы. Керемет болса осылай. Егерде орта болса орташа, төмен болса